Қайырлы күн, қыздар! Бүгін мен сіздерге ментай балығының 4 түрлі пісіру әдісін көрсетемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет! Ментай балығы өте тез піседі және дәмді. Ал бастайық. Менде 4 ментай балығы. Соны 4 түрлі пісіру әдісімен бөлісемін. Бірінші әдіс. Ол жидектермен қосып, газдың үстінде табаға пісіру. 2 пиязымызды жіңішкелеп кесеміз. Ал сәбізімізді орташалап қылып кесеміз. Және бізге қажет болгар бұрышы, менде мұздатылған. Қызып тұрған майға кезекпен кезек қуырамыз. Бір балығымызды алып, ортасынан кесіп, видеодағыдай етіп тураймыз. Салқын суға жуып, жидектеріміздің үстіне саламыз. Енді жақсылап былғап, тұз бұрышын салып, тағы да қуырамыз. 5 минуттан кейін бетін жауып қоямыз. Су құймаймыз. Ментай тез пісетін балық болғандықтан, тағы да 5 минут бетін жауып пісіреміз. Одан соң асымыз дайын болады. Гарнирға мен күріш алдым. Жидекпен бірге піскен ментайымызды күріштің жанына салып, әдемілеп столға береміз. Бұл тағамды ысылай да, салқындай да жей беруге болады. Дәмі өте керемет. Екінші әдісіміз ол ментайды микроволновкада дайындау. Балығымызды видеодағыдай етіп кесіп, жуып, ыдысымызға саламыз. Үстіне тұз себеміз. Және дәміне қарай және паприка салдым. Бір кішірек пияз немесе жарты пиязды алып, уақтап, турап үстіне саламыз. Және сәбіз. Сәбіз менде мұздатылған. Үстіне банкіде жабылған бір қиярды жіңішкелеп кесіп әдемілеп саламыз. Ең үстіне 20 мл салқын су құйып, бетін жауып микроволновкаға 15 минутқа 1200 ваттта дайындап пісіреміз. Дайын болып қалған ментайымызды гарнирдің үстіне әдемілеп салып, қиярмен, ментаймен бірге әдемілейміз де, оның үстіне көкшөп, уағытып турап, укроп және сырды, менде сыр моцарелла, үккіштен өткізіп, үстіне себеміз. Содан соң тағы да микроволновкаға 5 минутқа қоямыз. Сыры ерігенше. Мінекей, микроволновкада піскен ментайымыз да дайын. Түрі өте әдемі, дәмі ерекше. Келесі үшінші түрі, ол ментайды подливкада дайындау. Ол үшін бірінші қайнатылған суға тұз салып, бір лавровый лист салып, бір ментайымызды дайындап пісіріп аламыз. 5 минут пісірсек те жарайды. Одан соң 100 мл сорпаға 1 ас қасық ұн және 3 ас қасық қаймақ салып, дұрыстап араластырамыз. Пиязымызды қатты уақтамай, әдемілеп кесіп аламыз. Пиязды қуырарда жарты шай қасық қант саламыз, карамелевый түс беру үшін. Сәбіз және ментайымызды салып, үстіне қаймақты подливымызды құямыз.
Оның үстіне жаңағы балықты пісірген сорпасын құямыз. Газдың астын басып 10 минут пісіреміз. Дайын болған ментайымызды гарниріміздің үстіне саламыз. Төртінші түрі бұл ментайды духовкада пісіреміз. Болгар бұрышын, укропты, сарымсақты және 1 қасық лимон собын блендерда ұсақтап аламыз. Үстіне 2-3 ас қасық май қосамыз. Биязымызды дөңгелектеп кесіп, ыдысымыздың астына саламыз. Балығымызды видеодағыдай етіп кесіп, маринадтап 5-10 минут қоя тұруға болады. Одан соң жаңағы биязымыздың үстіне салып, бүкіл маринадты үстіне құямыз. Болды, үстін фольгамен жауып, духовкамызға саламыз. 200 градус пешімізде 15 минут пісіреміз. Он 15 минуттан кейін үстіндегі фольганы алып тастап, тағы да 10 минутқа духовкамызда қалдырамыз. Балығымыз дайын. Әдемі шұңғыл ыдысымызға ментайымызды саламыз. Балығымыз өте жұмсақ болып піседі. Міне бір балығымызды 4 түрлі әдіспен дайындадық. Сіз де солай дайындап көріңіз. Қай әдіс сізге ұнады, соны комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Қажетті ингредиенттеріміздің мөлшерін описанияға жазып кетемін. Сіздермен бірге болған Сиқырлы тағам каналы және мен Дана. Ас болсын.